Қайырлы күн достар. Бүгін асқабақтан буда пісірілетін тоқаштар дайындайтын боламыз. Әуелі асқабақты ұзынша етіп кесіп аламыз. Осы кезде мантоварканың кастрюліне су құйып қайнатып қоямыз. Туралған асқабақты ыдысқа салып, мантоваркада буға пісіріп аламыз. Піскен асқабақты езіп, үстінен тұз қосамыз, ашытқы саламыз. Араластырып отырып, 2 жұмыртқаны қосамыз. Содан соң ұн салып, жұмсақтау қамыр дайындаймыз. Ыдысымыздың қақпағын жауып 1 сағаттай ашытуға қоямыз. Ашыған қамырымызды кеселерге жартысынан бөліп саламыз. Үстінен мейіз, қызыл кептірілген шие қосып сәндейміз. Қайтадан мантоваркамызда 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Осы күйде ұсынуға болады, немесе сырты қытырлақ болсын десеңіз, духовкада 15-20 минуттай қойып беруге болады. Міне достар, өте керемет, дәмді тоқаштарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар.